Сәлем достар, сіздермен бірге топ ондық арнасы, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге өте даулы қызықты тақырыптардың бірін айтып беремін. Жалпы, дорамаларды, кей-попты сүйетін адамдар үшін бұл тақырып ешқашан ескірмейді. Оңтүстік Кореядағы пластикалық хирургия жайлы. Бұл жай ғана тренд емес, бұл бүкіл бір ұлттың мәдениетіне сіңген үлкен әлеуметтік құбылыс. Сіздер жалпы білесіздер ме? Оңтүстік Корея жан басына шаққандағы пластикалық операция саны бойынша әлемде бірінші орында тұр. Бұл дегеніміз, әрбір 1000 тұрғынға жылына шамамен 16 эстетикалық операциядан келеді. Бұл көрсеткіш басқа елдермен салыстырғанда өте жоғары. Сеулдің Каннам ауданы жай ғана аудан емес, ол мыңдаған клиникалар шоғырланған әлемдік сұлулық индустриясының орталығы. Ең қызығы, бұл жерге тек қана корейлер емес, медициналық туристердің 40%-нан астамы басқа елдерден, соның ішінде Қазақстан, Ресей және Қытайдан да келеді. Енді ең маңызды сұраққа жауап іздейік. Жұлдыздарды былай қойғанда, қарапайым Корея азаматы пластикалық хирургтың есігін неліктен қағады? Неліктен бұл батыл қадамға барады? Мен бұны бірнеше терең әлеуметтік және психологиялық себептерге бөлдім. Біріншісі карьералық және әлеуметтік лифт. Кореяда сұлулық бұл жай ғана әдемілік емес, бұл жұмысқа қабылдану кезіндегі басымдылық. Көптеген ірі компаниялар тіпті түйіндемеде үміткердің фотосын талап етеді. Егер сен жарқын көрінсең, саған тез назар аударылады. Корейлер сұлулық бұл сенің жұмысқа қабілеттілігінің бір бөлігі деп есептейді. Әдемі адамдарға әлеуметтік ортада да, кәсіби ортада да жеңілдіктер өте көп. Келесі фактор ата-ананың ықпалы. Кореяда ата-аналар балаларына, әсіресе қыздарына, мектеп бітіргенде немесе жоғары оқу орнына түсетін кезде екі қабақ жасату, яғни блефаропластика операциясын сыйлыққа береді. Олар мұны баласының болашақтағы табысы үшін жасалған инвестиция деп біледі. Бұл әрине біздің менталитетке өте жат көрініс. Келесі фактор ол кей-поп және дорамалардың әсері. Біздің сүйікті әртістеріміз сұлулықтың эталоны. Кей-поп айдолдар мен дорама жұлдыздардың мінсіз келбетті жастарға үлкен қысым көрсетеді. Олардың V-образды иегі, үлкен көзі, мүсіндей мұрны бұл жетуге тиісті идеал деп саналады. Қазіргі таңда өзгерсіз қалған актер-актрисаны табу қиынға соғады. Келесі себеп медициналық туризм және қолжетімділік. Корей хирургиясының сапасы өте жоғары, ал бағасы ақш немесе Еуропамен салыстырғанда әлде қайда қолжетімді. Оған қоса, бұл жердегі клиникалардың сервисі өте жоғары деңгейде. Аудармашылар, қонақ үйлер, тіпті операциядан кейінгі күтім де қарастырылған. Бұл факторлар шетелдіктерді ғана емес, жергілікті тұрғындарды да ынталандырады. Өзіне деген сенімділік және комплекстерден арылу. Көптеген адамдар, әсіресе жастар, өзінің табиғи келбетінен ұялады. Пластикалық хирургия бұл кешендерден құтылудың, жаңа сенімді өмір бастаудың жолы. Мен бұны өзім үшін жасадым деген қағида олар үшін өте маңызды. Олар үшін сыртқы өзгеріс ішкі психологиялық комплекстерді қалпына келтіреді. Енді Кореяда ең жиі жасалатын операциялар тізіміне тоқталайық. Бірінші орында сөзсіз блефаропластика, яғни екі қабақ жасату операциясы. Статистика бойынша Кореяда жасалатын барлық эстетикалық операциялардың шамамен 31% осы көз коррекциясына тиесілі. Азиялық келбеттің көпшілігінде моноқабақ, яғни бір қабақ болады. Ал Корей стандарттарында үлкен ашық көздер сұлулық пен жастықтың белгісі. Екі қабақ бұл көзді үлкен, әрі батыстық етіп көрсетудің ең оңай жолы. Оны тіпті 15 минуттық операция деп те атайды. Бірақ Корей хирургтары мұнымен де тоқталмайды. Олар қосымша сиқыр жасап, көздің эпикантусы, яғни ішкі бұрышындағы қатпарды алып тастайтын кантопластика операциясын қоса жасайды. Бұл көзді ұзынырақ етіп созып жібереді. Нәтижесінде үлкен жұлдызды көздер пайда болады. V-образды иек хирургиясы, немесе мінсіз үшбұрыш деп аталады. Келесі операция Кореяның визит карточкасы.
Бұл В-образды иек хирургиясы немесе жақ сүйегін азайту операциясы. Бұл біздің батыстық стандарттағы күшті төртбұрышты жақ сүйегіне деген сұранысқа мүлдем қарама қайшы келеді. Идеал немесе хрупкость. Корей сұлулық стандарты нәзіктік, қуыршақ тәрізділік және жастық жайлы. Сондықтан жақ сүйегі төмен қарай жіңішкеріп, өткір В тәрізді болуы керек. Бұл бетті кішірейтіп, нәзік етіп көрсетеді деп санайды. Бұл операция жайлы қорқынышты ақпарат. Бұл операция өте күрделі және ауыр болып саналады. Себебі хирургтар жақ сүйегінің астыңғы бөлігін қайта кесіп пішіндейді. Операциядан кейін ауызды 6 апта бойы бекітіп тастайтын жағдайларда болады. Қалпына келу уақыты өте ұзақ. Ісіктер 6 айға дейін де сақталуы мүмкін. Бірақ осының бәріне қарамастан, әртістер де қарапайым қыздар да осы мінсіз В-образды иек үшін тәуекелге барады. Келесі пластика түрі ол ринопластика. Еуропалық биік мұрын. Үшінші танымал операциялардың қатарына кіреді. Азиялық мұрын әдетте жалпақтау болады. Кореядағы сұлулық идеалы мұрынды жоғары, жіңішке әрі сәл батыстық етіп жасау. Бұның құпиясы неде? Корей хирургтары көбінесе силикон импланттарын немесе хрящ транспланттарын пайдаланады. Олар мұрынның үстіңгі бөлігін көтеріп ұшын үшкірлейді. Бірақ корей хирургтардың ерекшелігі олар мұрынды беттің қалған бөліктерімен үйлестіріп, табиғи көрінуіне аса мән береді. Ең көп жасалатын қайта операция болып саналады. Өйткені мұрын беттің орталығы, әрі ол кішкене өзгерісті де бірден көрсетеді. Сондықтан кейбір клиникалар тек мұрынға маманданған, себебі сұраныс өте жоғары. Және де ең сүйкімді тренд қазіргі таңда эгиосаль деп аталады. Эгиосаль бұл сөзбе-сөз аударғанда сүйкімді май қабаты дегенді білдіреді. Бұл дегеніміз көздің астында күлгенде пайда болатын кішкене ісікті қатпарды айтады. Бұл қабақтың астындағы қара дақтар немесе ісік емес. Бұл корейлер үшін жастық пен кінәсіздіктің белгісі. Бұны қалай жасайды? Хирургтар көздің астына кішкене май қабатын енгізу арқылы осы сүйкімді қапшықты жасайды. Бұл көзді үлкенірек әрі иесін жас сәби сияқты етіп көрсетеді дейді. Бұл өте аз инвазивті процедура, бірақ эффектісі керемет. Сіздердің ойларыңызша операция жасау дұрыс па әлде бұрыс па? Өз ойларыңызды пікірлер бөліміне жаза кетіңіздер. Осы шеберліктің арқасында біздің сүйікті жұлдыздарымыз экранда әрқашан мінсіз көрінеді. Келесі бөлімде біз осы жұлдыздарымыздың есімдерін атап, олардың таңғажайып өзгерістері туралы айтатын боламыз. Арнаға жазылып, видеоны қолдауды, лайк басуды ұмытпаңыздар.